Заюрт деген жерге келдік. Осы жерде қазір бізде бірнеше встреча размышлений болады. Артынан 19-ші күнгі мейрам болады. Ал кеттік. Бізде таныстырайық, көрсетейін. Кіре берісі. Әдемі картиналар бар екен мына жақта. Мына жағында кофе ішетін зона. Отырып, мына жерге отырып жұмыс істеуге болады, компьютерларын қосып қойып. Ал кеттік ары қарай. Так, мына жақта конференция залдары. Отырып жұмыс, бұл жерге де бір нәрсе ұйымдастыруға болады. Ал кеттік ары қарай. Детская, игровая. Үлкен проектор. Айман уже кухняның адамдар келіп жатыр. Сәлем, Фати. Кухнясы қалай екен, Айман? Аңғайсыз сөптің. Да, шикарно, вообще посуда красивая. Здесь готовить прям кайф. Бүгінгі кездесудің басын видео көруден бастайын деп жатырмыз. Алдыңғы циклда болған видеоны қарайын деп отырмыз. Лайк, сердечко. И вот эта энергия, которая вот у всех друзей была, она даже вот через чат чувствовалась, как все делятся. И вот если посмотреть, то вот здесь сообщения, это вот шаги были запланированы на встречу размышлений, что будет марафон. И вот, например, друзья начали каждый... Так вдохнули в дух силы на все края. Он придет вам на помощь с незримым воинством и поддержит вас. Вы слухаете вдохновение от Вышнего Сорма. Он не... Сейчас тоже есть, но это был закон прошлого. Сейчас этого закона нет. И, следовательно, на самом деле, кто должен обучать, просвещать и так далее. Я про это не задумывалась, почему именно это как бы, привилегия, возможность дается каждому Михаилу. Я думала, просто закон такой есть, Бахал так сказал, но я вот так вот не думала. Потому что священнослужительство, оказывается, произведено, поэтому и тоже, да, это дается каждому человеку. Родители не понимают этого, потому что они в своем периоде, они получают в труде, избрали ответственность. Что каждый из нас может получить свою долю из океана Писаний, да, Бахаулы. Помните, да, как это говорится? Ты можешь только сам пройти, да, и черпать, да, то есть каждый свою долю. То есть получается, человек не пассивный, просто участник социума, да, не общества, а он активный. То есть если раньше ты достаточно был пассивно слушать, а сейчас ты можешь благословляться вот как раз таки свое предназначение найти тем, что ты говоришь, да, тем, что ты делишься Писанием, делишься духовными ценностями, да, участвуешь в этом процессе. То есть это и есть какое-то вот богатство, да, те дары ты получаешь, благословение, и ты чувствуешь частью себя общества, и ты в действии. Не первое ли вот желание человека быть востребованным, да? То есть если ты не востребован. Еще дальше в будущее, куда идут тенденции, да, куда человечество развивается, что говорим, что очень многие профессии исчезнут. То есть, например, мы читаем новости, да, как большая часть сотрудников больших компаний просто увольняется за счет того, что их заменяет искусственный интеллект или, и либо работа просто, да, роботизация в том плане, что больше не нужны люди. И это вот средняя часть населения, которая не обладает, например, не может делать какое-то ремесло. Мы перестали обучать
таким, как, например, обучать и ценить, да, и направлять наших детей, чтобы они получали такие профессии, как столяр, да, портной, плотник и так далее. То есть вот эти профессии останутся, да, и останутся те, которые будут генерировать идеи, творчество, а большая часть населения, которую, в общем-то, мы сами взрастили, потому что считали, что вот школа, она дает исполнительность, знания, и вот то, что нужно, ну, скажем, нужно было экономике, да, то есть рабочий класс, да, ну, больше, скажем так, белые воротнички, да, офисные работники. И когда мы понимаем, что такая большая часть населения лишается работы, и больше всего, что у нас, ну, в будущем куда мы идем? Безусловный доход, когда будут деньги получать просто потому, что ты человек, и не будет работы, ты захочешь работать, ты захочешь что-то делать для людей. И поэтому служение, оно тебе помогает вовремя адаптироваться к реальному миру и всегда быть нужным. И как бы и развиваться, продолжать развиваться, потому что так как развивать служение, ничто не развивает. И вот в будущем мире больше и больше нужно быть таких служителей, которые понимают потребности людей. То есть те навыки, которые мы сейчас развиваем через трудности, может быть, нет такого отклика большого, но он будет увеличиваться, и мы должны быть готовы к тому времени, обладать силой слова, накопить мудрость, да, вежливость, сохранить энтузиазм, чтобы обучать, продолжать обучать. Да, точно. Если мы сейчас мы не развиты, получается, мы только-только начинаем, а люди уже. Поэтому сейчас, чтобы быть Готовым, надо сейчас тренироваться. Потому что это же не сразу проходит, Да. там тоже написано, что надо пробовать, обучать, и ты обязательно придешь к победе. Да, и не всегда это благословение, да. Она еще в прошлом году собрала. А что он? Мультики нормально показывает? Детям здесь неплохо. Детки. Кездесуіміз бітті, қазір үйге келдік. Ары қарай енді қазір балаларды алып бассейнге барудың қалпымызды. Далада мындай тып-тыныш штиль ауа райы болып тұр. Қазір біз Алпамыс пен Анардың нағашы ата әжесіне бара жатырмыз. Кіріп амандасып, шай ішіп шығамыз. Мам, сендер бүгін мына кітаптың, Бату деген кітаптың авторларымен кездесуге бардыңдар ғой, балалармен айтып берші. Қалай өтті? Керемет өтті бүгінгі кездесу. Зира Наурызбай деген кісіні мен мүлдем білмейді екенмін. Ана жерде жаңағы біраз балалар, ата-аналар, әжелер, осы мен жалғыз әже болдым осы жерде. Сол жерде жаңағы айтып бергені, бұл кітаптарды 3 кітап, 3-ші бар екен. 3-шісін мен сендерге сыйлайын. Мына жерде мысалы үшін міне Бату мен достарының алтын тостағанды іздегені дейді. Бату мен достарымен барса келмес еліне саяхаты. Ну, вообще, по-моему, что-то фантастическое. Негізі бұны жазудың түрткісі болғаны, өзінің балалары кезінде жаңа сен құсап, ана Гарри Поттер бар ғой, соны кәдімгідей, соны ішінде мынандай жаңағы қазақша кітапты бірдеңені ертекті оқиын десем, тыңдамайды. Только сол түткі болды. А неге өзіміздің қазақи қаншама неше түрлі ертегілер бар, сондай бірдеңе неге жазбасқа деп. 10 жыл бұрын жазыпты ғой мына кітаптарды. Енді ғана шығып жатыр екен. Бірінші кітабын шығаруға кім? Гүлнара Дасаева деген кім? Гүлнара Дасаева деген соған алғысын. Білмеймін, соған алғысын айтып жатты. Сол кісінің көмегімен жаңа бірінші кітабы шығыпты. Сосын біз осыны жаңағы оның алдында насихаттап жаңағы
нелерге шығарайықшы жаңағы деп барғанда жоға қазақша жаңағы кітап оқылмайды, не оправдается жаңағы кім оқиды ол қазақша деп жаңағы бізді сөйткентін дейді. Жоқ, бірінші кітап шықты, шынды жан жаққа таралды, енді міне екінші, үшінші кітап шығып жатыр. Соны айтайын деген өзіме қызық болып кетті жаңағының ішінде. Енді қазір жаңа оқиын деп отқам мен. Сол жерде, бұл жерде тек қана бұрынғы қазақи ертегілер емес. Бұл жерде именно кәдімгідей жаңағы біздің ырымдармен бірге бұрын мысалы үшін табалдырықты тұрма дейді. Неге тұрма? Болмайды, болды. А бұл жерде неге болмайды екен, соны айтылған. Причем өте жаңа енді айтуы бойынша жаңа балалар, оқыған балаларды айтып жатыр да. Өте қызықты, өте жеңіл түрде жазылған, жеңіл тілмен жазылған деп. Соны енді өзім оқиын деп отыр, балаларды жай оқымасаңдар оқымай қойыңдар, мен оқып аламын деп. Сол жаңа кісі осылай кітапқа сендердің балаларыңа осындай не жазып берді. Алпамыс пен Анар, Бату мен Дана әндермен сендермен Достасқысы келеді. Достасқысы келеді деген. Причем ана жерде жаңағы орыстың балалары болды, қызық. Олар да осындайды оқыған екен. О жерден тағы да бір кісілермен болды енді, совместное было мероприятие. Мындай сауытты кигізді ма? Да. Қару. Оказывается, у нас есть сондай клуб ашылған екен. Жауынгерлік. Да, жауынгерлік. Ол өзі негізі военный капитан, в отставке. Ақтауда морфлотта кәдімгі служил. Ғазиз ағай. Ғазиз деді ма? Ғазиз мырза деді ма? Қасым мырза деді ма? Сол өзі негізі өз баласы садикта болғанда, сонда жаңағы бір осында неше түрлі мероприятие болды, сонда сол жерде жаңағы соған бірінші рет сондай әдейі баласына арнайы жаңағы не жасапты, қылыш жасапты өзі. Енді видимо, қолынан қол өнері бар кісі кәдімгідей сол размермен тура сондай қылып жаңағы жасапты. И баласына жаңағы киім, сауыттарын бәрін кеше көрсетіп жатыр. Анау, естественно, неден? Деревянный, жаңағы анау пластмассовый, жаңағы кольчуга сияқты. Сол клубта балаларды сондайға именно қазақи бұрынғы қаруларын жаңағы жасап, балаларды сондайға енді неше түрлі болады, айкидо бар, не бар. Ана жерде бір негізі бізде совет үкіметі уақытында сендер мал баққан, қазақи момын халық, әрқашан мал бағып жүрген халық деп бізді әбден сөйтіп нетіп тастады. Басымызға сөйтіп құйып тастады дейді. Негізі біздің мәдениетіміз жауынгер дейді. Өйткені біз енді андай күнделікті жаңағы осындай енді жерді алып қалу үшін әрине көп шапқыншылық болды, соны жерімізді қорғау үшін әкелері балаларын 4-5 жастан бастап ертіп жүріпті жанында. Даже анау бұрынғы 18-19 ғасырда қазақ жерге келген жаңағы саяхатшылар, солардың жазбалары қалған екен. Именно қазақтың жігіттерінің балаларға берген жаңағы қандай тәрбиелері. Кәдімгідей сондай балаларына сондай мейірімді екен, балалармен ойнайды екен, балалармен ондай ешқашан Европада ондай болмаған. Жаңағы балаларына сондай прям назар, әкелері балаларына сондай назар аударып, сондай кәдімгідей қарым-қатынас болғандар қызықтап кәдімгідей сөйтіп жазылған екен. Сондай бар дейді, ондай мәліметтер бар дейді, кәдімгідей жазылған. Бертін келі ғана ғой, қазір әкелер жаңағы қатысу керек деп шешелеріне итеріп тастап жатқан. Негізі өйткені 4-5 жастан бастап жаңағы ұсталар болған бізде, жаңағы кузница, енді ананың бәрін қару-жарақ жасау үшін, ана былғарларды бірдеңені аяқ киім жасау үшін, соны кәдімгідей балаларды қызықтыру үшін жаңағы арнайы от жағады екен, от жан жақтағы балалар жиналады екен. Соны у кого что получается жаңағы. Ол бұрынғы уақытта, Сосын жаңағы өзі ер бала болғаннан кейін 4-5 жастан жаңағы ана бірдеңесін алып жүреді әкесінің, бірдеңесін қайрайды, бірдеңесін жонады. Енді папа же говорил, атаның жанында бұрын, например, ана нелерін өріп отыратын, көмектесіп. Бірақ оның бәрі көрген, бұлардың өздерді, папа сондықтан. Ол да тәрбиенің түрі дейсіз. Именно сол сөйтіп жүрген екен. Үнсіз тәрбие. Ер балалар шешелердің жанында жүрмеген екен қазақтарда.
ер балалар әкелерінің жандарында жүрген. Солармен бірге жаңағы ілестіріп жібереді. Жаңағы охота болсын, жаңағы не болсын, ну, много же всяких занятий. Бізде бірақ Құдайға шүкір, қыздар да солай өсті ғой. Да, қыздар да солай өсті. Соны жаңағы ана клубтарында жаңағы қыздар да бар. Олар да жаңағы нелерді киіп алып, қылыштасып, жаңағы 5 қару деген бар екен. Сонда тағы да бір кісі болды, ол жерде жаңа 5 қарудың, он прямо говорил, нені, натуральный размеры, жаңа найзаның 2 түрі бар екен, аттарымен атап. Сондай өте қызықты бүгін не болды. Тек қана жаңағы мына Зира Наурызбаймен ғана кездескеніміз жоқ. Ол жерде жаңағы Ғазиз Мырза деген болды, жаңағы өзінің клубтарының жаңағы балаларын шығарып, олар бір-бірімен қылыштасып, сөйтіп көрсетті. Жаңа не бар, не деші? Шоқпар ма бет? Шоқпар. Аха, шоқпарда жаңағы, ну, естественно, оно все такое. Балалар. Қылғыш, айбалта, сағақ. Солардың бәрі. Қалқан. Сондайлар, осында бізде болған деген. Шоқпар. Әйтпесе бәрі ұмытылып кетті Ол ғой. музейде болмаса бар. Музейде ұстап көруге болмайды. Өзі бүйтіп сырттан қарайды. Жоқ, мына жерде енді не из металла, из дерева жаңағы, сондай. Ну, по крайней мере, жаңағы бір-бірімен осындай әдістері бар. Көрсетіп, балалар істеп көрмеміз ба? Да, жоқ, не захотел. А там можно было, ең бірінші өздері көрсетті, сол жерге қатысып жүрген балалар бір-бірімен жаңағы көрсетті, как көрініс ретінде. Сосын кім тағы да енді ортада балалар отырды ғой, кто еще хочет деп бір-біріне жаңағы үстеріне жаңағы кольчугаларын кигізіп бастарына. Не захотел? Жаңағы қай жерден ұру керек екенін көрсетеді екен. Ең жаңағы нелер бар емес пе? Бұғанадан, сосын ішкі жақтан адам дикке бөліп тастайды екен. Ең жаңағы не? Ең осал жері адамның астында 8 көзбен белдеменің ортасында өте жұққан екен. Сонда біздің жаңағы бұрынғы уақытта қазақтар әбден сондай жаңағы нені малды да бетіне тез соны тура білген ғой, сол именно қалай шапқа екі бөліп тастайды екен адамдар. Это жаңағы ненің күші қандай, металл қандай. И плюс еще какая четкость удара. То есть вот такую землю оставить, это не просто, не тупо они вот так вот скакали и все. Именно были навыки и были именно вот жаңағы сол жерде де оқытып жатыр. Әдіс болу керек. Жаңағы ананы ұстау, қалай ұру, жаңағы айтып жатты. Бұлар өз аттары бар екен жаңағы, қалай, что делать? Техниканың аттары. Да, техника. Сосын жаңағы анау найзаны есіме найза, ұзын найза бар екен. А сосын біздің қай бір батырды айтты, оның именно ең жақсы көретін жаңағы қаруы қысқа найза екен. Қысқа найза, оның бастарын жаңағы немен, тоже қайыспен, как этим, өрлема бірдеңе. Сонымен он именно как дротиком пользовался. Прям вот на расстоянии он четко попадал. То есть это было его оружие. В общем, білмеймін, өзім аузымды ашып, только тыңдап отырдым. Ай балаларым дедім. Бір-бірімен өздері тыңдамады, елдерге де. Екеуі бермеді ма? Орысша еще. Жоқ білдері. Басқа балалар ше? Басқа балалар тыңдап отырды енді. Олар да орысша, қазақша, бірақ жаңағы. Олар бұрын барып жүрген балалар болуы мүмкін. Олар бірнеше, оның алдында бірнеше рет кездесулер ұйымдастырып жүрді ғой. Мүмкін. Сол бала үйреніскен балалар болуы мүмкін. Алпекеңді бассейнге алып келдік. Бірақ мына жерде бір кішігірім ДТП болды. Келе жатқан кезімізде машинада отырсақ, артымыздан гүрс еткізіп біреу соқты. Сөйтіп шығып қарасақ, ешнәрсе қылмаған жалпы. Бірақ былай мұқият қараған кезде байқадық, андай бампердің клипсалары кішкене ажырап қапты. Қайтып орнына қалпына келтіруге енді апарамыз. Страховкасы бойынша. Ол кісіден қанша теңге бересің десек, 50 мың беремін дейді. Сөйтіп 60 мыңға келістік, жарайды. Ол да баласын алуға бара жатыр екен, тренировкадан. Негізі арттан соққан сонда жаман, өйткені күтпеген жерден болады әрдайым.